Ассаляму алейкум. Қыздар менен сұрайды, Pinduoduo сайтына кірсек, ішінде арзан бағадағы бір затты басқан кезде, ішіне кірген кезде қымбат болып кетеді. Мына жерде нәскиді көрейік, 0,88 деп тұр. Сатып алу дегенді басып көрейік. Енді ішіне кірген кезде нәскидің көптеген түрлері бар екен. Ең астындағы 1 дегенді басамыз. Міне осы нәскидің бағасы 0,88 юань, ең арзаны осы. Енді қатардағы басқа нәски түрлерін басып көрейік. Мына жерде 20 штук деп тұр. Міне осы түрі. Жақындатып фотодан көреміз. Бұның бағасы 14,9 юань. Өзгерді бағасы. Міне осы нәскилер. Енді астына қарай түссек, басқа түрлері де бар. Енді мына жақта 10 штук. Бұл 9,9 юань. Міне осылай өзгереді. Ішіндегі сөздерге мән беру керек. Скриншоттап алайық. Осыны переводчикке салып көреміз. Қайсысы арзан, қайсысы қымбат, неге арзан деп. Міне осы жерден қараймыз. Мына жерде 1 штук, 1 пара нәски дейді. Жаңа қысқа аппақ нәски. Сол 0,88. Ал қалғандары 20 штук, 10 штук дегендері 4,9 және 9,9 юань деп шығып тұр. Енді жақындатып көреміз. Міне мына нәскидің біреуін ғана алсаңыз 0,88 болады. Осындай мысалы сіздер ыдыс аласыздар, инструменттер аласыздар, сыртына ыдыстың бір-ақ қасығын қойып қояды 1 юань деп, ал ішіне кірген кезде басқа посуданың наборлары тұрған кезде олар қымбат тұрады. Сол үшін міндетті түрде ішіне қарап көріңіздер.